Қазақта ажырасу неге көбейді? Отбасын тұрақтандырудың жолы қандай? Армысыздар, біз бүгін соңғы уақытта еліміздегі ең актуальды тақырыптардың бірі ажырасу мәселесіне тоқталып, ой толғатқымыз келіп отыр. Ендеше бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Құралай Өткелбаева, Еуропалық гештальт терапия қауымдастығының аккредитациялық талаптарына сәйкес сертификатталған гештальт терапевт маманы. Құралбек Сейдов, Алға спорттық мүгедектер клубының директоры, көп балалы әке. Арман Мұратов, жас әке. Студиямызға қош келдіңіздер. Мамандардың сөзінше, Жаңаөзен қалалық сотына күніне келіп түсетін 15 арыздың 13-і ажырасу бойынша екен. Оның ішінде алимент мәселесі бар, мүлікті бөлу, баланың қай ата-анамен тұратынын анықтау сияқты мәселелер бар дейді. Енді ажырасуға түрлі себеп әсер етеді. Мысалы, осыдан 5-6 жыл бұрын мамандардың айтуынша статистика жүргізгенде материалдық жағдайдың төмендігінен ұрыс-керіс көп болады, арты жанжалға ұласады, содан ажырасу көп болады деп айтатын еді. Ал қазіргі жүргізілген статистика бойынша құмар ойынға тәуелділік бірінші орында тұр екен. Енді Құралай ханым, сіз гештальт терапевт маман деп таныстырып жатырмыз ғой. Айтыңызшы, неге қазір жаппай деп айтқанымызда дұрыс шығар? Себебі осы құмар ойынға тәуелділік қазір көп соңғы кезде. Енді тек қана ер адамдар емес, қыз келіншектердің де осы лудоманияға шалдыққаны алаңдатып отыр. Сіз маман ретінде айтыңызшы, бұл құмар ойынға тәуелділік неден пайда болады, бұған не себеп, не түрткі болады? Енді құмар ойынын жалпы әр адам индивидуальный, әркімдікі әрқалай. Жалпы құмар ойыны қазақша айтқанда енді іштарлық деймі, чувство зависти алып келеді екен құмар ойынын. Действительно, құмар ойынынан көп жанұялар қазір зардап шегіп, айырылысуға барып жатыр. Ол жалпы құмар ойынын біз мән бермей қаламыз. Балалар оқушы кезінде кәдімгі клубтарға барады. GTA деген ойын бар, компьютерный, да, где-то 4-5 бастауыштан ойнап атады ол ойынды, да. Сол ойын арғы түбінде балаға азарт сезімін оятады. Ол жерде ата-ана айтады, ол просто балалармен ойнап атыр. Өзіміз PlayStation алып береміз, иә? Сол уақытта біз байқамаймыз. Біз ойлаймыз, құмар ойын тек қана ақша салған жағдайда шығады деп, иә? Ол бара-бара ол балдар ертең өсет, студент болады, басқа қалаға барады, я болмаса жігіт болады, табыс табады. Содан кейін уже ана азарт күшейіп тұрады. Ол сезім оларда оянды, кішкентайынан қалыптасты, да, сол уақытта ата-ана көп мән бермей қаламыз. Негізінде құмар ойындарды ойнап жүрген адамдар бала күннен, кішкентай кезінен зерттеп келген уақытта, клиенттермен жұмыс жасаған уақытта, ол арғы түбінде, подростық уақытында ешқандай жағындай безобидный дейді ғой, кәдімгі PlayStation, құмар ойын, содан сезімі көтеріліп, содан басталады. Демек, тәрбиені сол кезден. Сондықтан қазірден бастап, бұл қазіргі таңда біздің халқымыздың айтады ғой, індет ол. Ол наркомания не, лудомания не, почти бірдей болып тұр. Одан арылу, онымен жұмыс жасау өте ұзаққа барады, қиын дау деп те айтуға болады. Мысалы, оның отдельно өзінің специалисті бар. Ол өзінің бір определенный уақытымен психологический, терапевтический, полностью комплексный ем алып, айналасын, ортасын өзгерту арқылы, үлкен жұмыстар арқылы жасалатын нәрсе. Енді соңғы кезде көбейіп тұр бұл да. Мысалы, бұрынғы кезде онда қатты бірең сараң болған шығар, қазір енді бірінші орынға тұрғанына қарағанда, бұдан да бөлек басқа себептер бар шығар. Енді қазіргі таңда өте қызығушылық, соцсеттер көп, Instagram бар, TikTok бар, қызығушылық көп адамда. Сондықтан көп адамдарда жауапкершіліктің деңгейі төмен түсіп жатырады. Тезірек ақша тапқысы келеді, тезірек күшті болып кеткісі келеді, например, да. Сондықтан ол дейтін зависимость қой ол. Сондықтан сөйтіп тек тез ақша таба қоям деген ой қалыптасып келатыр қазіргі жастарда деп айтуға болады, иә. Көбінесе манағы ол енді әркімде әртүрлі көп мөлшерде процентный соотношениеде алғанда іштарлық, зависть. Менде анау жоқ, мен ананы алғым келеді, тез жетем соған деген нәрсемен шығып тұр, зерттеп қараған уақытта. Сол ғой, мысалға айтып отыр, 5-6 жыл бұрын материалдық жағдайға дегенде ол кезде жоқшылықтан болса, қазір материалдық жағдай бар адамдардың, бірақ
Сонда ер азаматтардың жауапкершілігі төмендеп кеткен ба сонда? Қалай бұл? Мысалы, отбасы жұмыс жасайды, бірақ отбасына ақша келмейді. Енді тап ер адамның барлық жауапкершілігі сол прям лудоманияға тіреп қоя алмаймыз. Әркімде әрқалай ситуация. Біреулер жаңағыдай тез жетем деген оймен жауапкершіліктен бөлек та, тезірек ақша табам, тезірек жаңағыдай жетістікке жетем деген оймен жасау мүмкін. Әркімде әртүрлі. Енді реклама қазір көріп жатыр да. Енді ар жағында внутренний несі слабый болып тұр ғой. Барлығы бір қазір қолжетімді болып кеткен сияқты бір жағынан да. Ешқандай шектеу жоқ ғаламторда. Ата-аналардың қадағалауы жоқ. Былай қарап отырсаңыз, бізде қазір әртүрлі клубтар бар, ойын ойнайтын деп жатамыз. Ондай клубтар шетелде де бар. Олар спонсирует, налог төлейді көп деген да, футболдар бар. Оларда жоқ ондай. Ояқта лудоманиямен ойнап отырған адамдар жоқ. Біздің сол Қазақстанда ойлаймын, ол кішкене ар жағында неграмотность. Қаржылық сауаттылық. Қаржылық сауаттылық, ар жағында бір какой-то неграмотность бар да оның деген. Құралбек мырза, сіз не дейсіз? Біз енді қазір енді ақыл айтудан аулақпыз, бірақ енді нені ексең, соны жейсің дейді ғой енді. Қандай тәрбие берсең, соның жемісін жейсің. Бала дейтін әкенің айнасы, шынына келгенде. Біздер қазір таңда мүмкіндігі шектеулі балдарымыз жүріп, оларға үйінен басқаша тәрбиемен келеді, әр үйдің еркесі бұларда. Бұлар да үйленіп жатады бізде. Мысалы, тым жақсы отбасы болып, 2-3 отбасы құрылды осы клубта жүргенің. Болмаса мүмкіндігі шектеулі балдар бәрі де. Менің енді жеке ойым бұл бала, қыз бала болсын, ер бала болсын, 3 нәрседен тәрбие алады да. Сол бірінші үйден, екіншісі мектептен, үшінші ортадан алады да. Енді біздер қазіргі таңда мен өзіме келген соң, қыз дейтін жаңа қызға тіреп қойып жатыр дейді ғой көп нәрсе. Шынын айтқанда, шынын айтқанда қыз бала әкесінің витаминін алу керек та. Егерде әке өзінің әкелік витамин берсе, жаным дейтін сөзін көбірек айтса, себепсіздер гүлін беріп тұрса, бірге қыдырып тұрса, жаңағыдай өзінің әке тау дейді ғой, сол сияқты сондай нәрсе көрсетіп, сондай қылып жүрсем, біздің қазіргі қарагөз қыздарымыз, қарындастарымыз содан басталады деп ойлаймын өзім. Әкенің өзінен деп ойлаймын да әр нәрсе. Балаң да солай, балаға да бөлек тәрбиесі бар өзінің. Өзің жаңа предкілер дейді ғой, жаңа аталарымен қазір әңгіме шыны керек, каждый руда бір батыр бар. Сол батырымен мақтандырып, осындай болдық, мынандай болдық деп. Егер де өзің дұрыс жолда жүрген болсаң, сол жолыңмен ертіп жүр, көрсет, мынандай жұмыстар жасауға болады, қолымыздан келеді деп. Соның бәрі тәрбие деп ойлаймын да. Енді шыны керек, баланың көп нәрсеге араласады екенбіз шынын айтқанда. Жаңа ойыншығын алып береміз, киімін алып береміз, оқуға түсіреміз. Бірақ главный ең проблема жаңа Құралай ханым жақсы айтып отыр. Главный проблема осы да. Именно қыз таңдауда, үйленуде біз ештеңе айтпай қалады екенбіз да. Бәріне араласып тұрып, жаңа әттене дейді ғой, біздің слабысымыз осы жерде деп ойлаймын енді өзім. Сол кезде себебі дейтін адам қыз таңдаудан, жаңа киім таңдаудан, оқу таңдаудан қателесуі мүмкін да. Ол жерде түзеуге болады да. Бірақ жар таңдауда қателесу үлкен қасірет деп айта аламын. Себебі дейтін ол саялайтын бақшасы болады, дерті болады да. Сол себептен мен ойлаймын, өзім қазір енді жетіп баланың әкесі болып отырмын, осындай мүгедек балдармен жұмыс жасап отырмын. Жеке ойым, қазіргі проблема болып жатқан сол балдарына ер жеткеннен кейін сол моментте онымен ақылдасуымыз керек, кіммен сөйлесіп жатыр, кіммен жүріп жатыр. Қазақта жақсы сөз бар ғой, кімнің қызын алып жатсың деген, кімнің қызына барып жатсың деп. Мына қазір дінімізде де, асыл дінімізде пайғамбарымыз айтады, әдебілігіне қараң, тектілігіне қараң деген сияқты жаңағыдай. Малына қараң дейді ғой енді. Ол енді тектен-тек сөз емес деп ойлаймын, бұл үш-ақ сөз өзі. Соған бір ел болып, қазіргі әкелер болып, ата-аналар да қосылса, әйел адамдар да баланың болашағына жаңағыдай атсалсақ, мүмкін бұл нәрсенің шешімі табылар деп ойлаймын. Любой нәрсенің шешімі бар ғой. Айтып жатсам, мысалмен, қазақта айтатын еді, мысалы 13-те отау иесі деген. Бұл енді 13 жасында үйлендіру, тұрмысқа беру деген емес қой мағынасы. Сол кезден бастап
Иә. Дайындау. Дайындау да, уже, баланы. Мысалы, біз спорт саласында жүрміз ғой. Бәрі әр салада жүреді. Әр салаға дайындық керек та. Мысалы, мықты спортшымен шығу үшін, сен дәл сол ұқсап мықты болу үшін дайындалу керексің. Бұл да үлкен қадам. Ертең бұл баланың тағдыры, ол сенің балаң, сенің қызың. Егер де балаңа шын мәнінде жаның ашитын болсаңыз, қандай салада жүр, мына балдарыма бүйтіп айтамын да, жалпы айналамада. Мен үйден шығатын кезде, әке үйден шыққан кезде күліп шығамыз ғой енді. Жұмысқа барғанда проблема болып қалады, ашуланасың, ренжіп кетесің. Ашудың бәрін көп енді ер азаматтар деп айта аламын мен. Үйінен уағалады да, то баласын айқайлайды, то әйелінің өшін алады. Ол бала да, әйел де сені дәл сол кетіп қалған күйде күтіп отыр да. Сен ол нәрсені ысырып үйренсең, ер азамат біліп білсең, нағыз мужик дейді ғой. Нағыз ер азамат болсаң, сен оны сол жерде тастауың керексің. Жұмыстағы мәселе Иә, жұмыстағы мәселе, спорттағы мәселе спортта, жаңа шаруадағы шаруа. Үйде сен әкесің. Үйге барған кезде сен, бізде жақсы сөз бар ғой, бала бірдеңе жыл маймыл боласың, бірдеңе жыл бірдеңе боласың, ат боласың деген сияқты. Сол үйге барғанда баламен бала болуың керексің да. Әйелмен әйел болуың керексің. Соның әр заттың өзі несі бар, рөлі бар. Сол рөлін четкий уақытында қозғап тұрсаң, жаңағы стратег дейді ғой енді біздің қазақта баяғыда хандарымызда стратег деген болған. Сол үйде де ол кішігірім мемлекет қой. Ол мемлекет президенті өзің ер адамыз. Енді әрине мықты ер адамның артында ер адам тұрады дейді, сол сияқты. Ер адамға да байланысты екі көбіне. Бұл жерде қосылам. Менде айта кететін нәрсе енді бірнеше жылдар бойынғы практика бойынша да жалпы біздің қазақта балаға тұрмысқа құру, манағы үлкен өмірмен таныстыру жағы кішкене ақсап тұр. Иә, міне жоғарғы класс дейді, старшеклассник болма, міне 5-ші класс па, 5-ші класстан бастап әлеммен таныстырып бастау керек. Біздің балдар көбінесе, біздің демеймін, көп балдар енді 11-ші жаста қандай мамандық болам, қалай болам деп 11-ші жасқа келген уақытта үлкен адам рөліне кіреді да. Оны 5-ші класстан бастап таныстыру керек. Мынау мысалы міне магазин, оны ашу үшін бүйтесің, мынау ағаң болады, ер адаммен осылай сыйласасың, осылай деген сияқты қыз баланы ер адамның психологиясымен да таныстыру керек. Ер баланы қыз баламен таныстыру керек. Мысалы ер балаға айту, мысалы етек кір келеді қыздарға, онда ашық айтып, бір үсті бүлініп қалса, қазір сіздің қатарыңызда сондай процесс болуы мүмкін. Сен үстің бүлініп қалды деп әшкерлемей, шошытпай, оның өзі үлкен тәрбие. Ер балаға да айтып, қыз балаға да айтып, сол жақтан бастап, 5-ші класс, 6-ші класс жасөспірім болады. Бір қыз ұнайтынын айтады. Мысалы, бір маған клиент келді, менің балам осындай қызбен жүреді, мен жақтырмаймын дейді. Оның бірінші махаббаты, ол бір жігіт болып, орнығып, толығып атқан уақытта подарок жасау, сол сезім кешіріп, бізде тек дыбысың шығарма, үндеме, үйде қонақ бар, мәмә деп эмоцияларын, сезімдерін шығармай қалып жатамыз. Соның барлығы баламен бірге қайттан өсу керек та. Бір ата-ананың бойында бір балаға жететіндей тәжірибе бар негізінде. Өзіміз айналамызда менің заманымда осындай болып еді, осыны абайлаңдар деген сияқты айтады ғой. Кто предупрежден, тот вооружен деп алдын ала сен айтып отырсаң, мынандай болады деп үлкен өмірмен таныстырып отырсақ, көп пайда болар еді. Ол балаға бұндай тақырыпта әңгіме қозғаған ұят емес. Ұят емес. Маған клиенттер келеді, элементарный сұрақтар на самом деле да, жас семья болып құрады, оны ата-анасы үйретілмейді, ата-анадан сұрай алмайды, мектепте тағы айта алмайды. Ол аламызда енді былай қарап отырсам, Бауыржан Момышұлы айтқандай, действительно қазақтың қыздары батыр, көрмеген, білмеген, ой жақта басқа тәрбие, бәрі басқаша, сол үйге барып, тұрып, сіңісіп кетудің өзі үлкен ол дейтін батырлық деп айтуға болады. Соны біз как будто біз балаларымыз аламыз да, отқа салып жібереміз, ол күйіп пісіп, на инерциях ұлды болады, қызды болады, келін болам, ана болам деп соқтығысып, үйтіп-бүйтіп әйтеуір үй болып кетіп атады, Құдайға шүкір, болмай қалып атқандары, ол кім не справляется с этим. Сонда біз, мен ойлаймын, жаңа өлең бар ғой, емендей болып бұлсынға енең шыдар деген ән бар қазақтың да. Сен қызым, сен дайынсың ба? Ояқта сын болады,
бала көтересің, сен жаңа тұсаласың деген сияқты да, өзің шектеулі достарыңмен определенный момент араласпайсың деген сияқты мелочь болса да соның бәрімен таныстыру керек та, үлкен өмірмен. Енді сіз мысалы адамдармен тікелей жұмыс жасап жүрсіз ғой, как гештальт терапевт деген бұл белгілі қандай маман екені да. Ажырасу бойынша келетіндер бола ма мысалы? Себебін айтады ма? Өте көп маған бірінші ажырасам деп келгенмен, бірақ ар жағында оның сол уақыттағы мысалы бір қалып қойған процесс болады. Адамның өзінде мысалы үйленген уақытта қатты ренжіп, қатты бірдеңеден шок алады, күйеуге шыққанда розовый очкимен шығады ол қызда, шок алады да, сол процессте адам қалып қояды. Да, как будто вот прожектор тек сол проблеманың үстінде жанып тұр да. Одан кейін ол күйеуі неше рет кешірім сұраған шығар, сыйлық жасаған шығар, істеген шығар, адам қатып қалады сол процессте. Ұмыта алмай, бессознательно ұмытпайды бейсанамен. Сол моментте қалып қояды. Оның бірнеше жылдар өтеді, инерциямен бала, қыз бар, но все равно манағы аттар жайында қалып қояды да. Сол жерге үңіліп жұмыс жасаған уақытта манағы айырылам деп келген адамдар мысалы осознавание келеді да, басқа мынау болғандарын, басқа да қуаныштар болғанын сезбей қалады адам деген. Я болмаса бір азаматтар бауыры, анасы, әкесі айырылады, сол мана қайғының отыратынның жағдайымен сол замирает сол состояниеде. И мына жақта ол ұлы әйел айтып жатады, бізге мән бермейді, бала оқып жатыр, ештеңемен хабар жоқ, а ол сол жақта қалып қойды. Сол отыраты да қалып қойды да, и сөйтіп адамның өмірі өтіп кетіп жатады. Ана өзінің процесінде қалып қояды. Сол сияқты клиенттер көбісі келген уақытта айырылайын деп едім деген сұрақпен келеді да, бірақ басқа нәрселер шығып, осознавать етіп, қосылып кетіп жатады. Арман, енді сізге сөз кезегін берсек, жас отбасы, жас әке деп танысып жатырмыз. Бұл тақырыпқа қандай ой қосар едіңіз? Жас отбасы дегенде жалпы ең әуелі енді адам әке болу үшін, мен жас әке болғаннан кейін мен дейтін бір жерден енді үлгі алу керек, қалай әке болу керек екен, қалай өз әйеліңмен, өз бала шағаңмен қалай отношение құру керек, соның барлығын өзінің адам әкесіне алу керек ең әуелі. Ол үшін бірақ әкенің рөлі отбасыда жоғары болу керек, потому что ол әке деген барлығына үлгі болады бірден. Енді бір түсінбейтін сөз бар ғой, әкең келе жатыр тыныш отыр деп мысалға, бірақ ол дейтін осы үлгі дұрыс емес деп ойлаймын да. Бұрындар әкесін қорқытып қойған, әкең келе жатыр бірдеңе бар, амандас енді. Бірақ бұл жерде мен айтқым келгені, әкенің рөлі деген отбасыда ауысу керек сияқты. Әкең келе жатыр, міне осындай, енді отбасына қамқор бол деп та. Жалпы енді ажырасу себебі енді ол дейтін жаңағы үйлену, мысалы үйленуден басталады ғой, енді жүруден, қыз болып, жігіт болып жүргеннен кейін үйленгенде олар тек тез үйлене салайынша процесс тездетіп жібереді да. Бешінау, кішкене күту, кішкене біреуін тану дейтін жоқ, бірден 2 айдың ішінде үйлене салуда мақсат тұтады да, қазір. Енді өзімде енді үйленгеніме 2 жылдай болды, бірақ кредитке үйлену дейтін ондай болған жоқ. Енді ағайын бар, жұрт бар, енді жан-жақтан ақша жинап, бірдеңе қылып, 1 жылдың ішінде сөйтіп бар үйлендім. Қазіргі проблема, ажырасудың қазіргі проблемасы сода да, жеңіл ақша үйленеді, жеңіл өмір сүремін деп ойлайды. Ол бірақ ол жеңіл ақшаның арты жаңағыдай кредитпен бірге төлейтін болады, ол кредиттер. Одан кейін ипотека деген үй алу керек болады, оны бірге төлейді. Барлығы осы бір отбасыға үйіліп қалады да. Уже содан кейін айтылады ғой енді. Қазір дейтін бір әкелер енді отбасының енді асыраушысы деп бірден ақша алып келетін әкелер, қазір әйел адамда жұмыс жасайтын болған. Асыраушы да болған, әйел адамда асыраушы болды. Потому что жаңағыдай жеңіл ақша үйленгеннен кейін уже кредитке олар дейтін құмар болады да, кредит ала береді. Бірдеңе жабылмайтын кредит алайық, той жасау керек кредит алайық, қызымның 1 жасы бар, шілдеханасы бар, барлығына уже кредитке алғаннан кейін сөйтіп жиналып, содан кейін уже әйел адамда уже әкеңнің ақша жетпейді, менде жұмыс жасауым керек деп шығады. Сосын 50-50 сондай жаңағы рөл болып қалады. Уже әйел адамның жұмыс жасағаны, жаңағындай асырағаны көрінбей қалады уже отбасыда. 2 жақтан жұмыс жасағаннан кейін. Енді бірақ қараңыз, құмар ойында қаржыға келіп тіреледі, кредит деп жатырмыз, тоже қаржыға келіп тіреліп отыр ғой. Енді, жоқ, бірақ та мысалға ашаршылық заманда, тоқырау замандарда мысалға ажырасу болған жоқ қой. Бұл жерде мәселе мүмкін қаржыда емес, мүмкін отбасы құндылық туралы түсініктің төмендеуі ма мысалға. Не себеп деп ойлайсыз мысалға ажырасу? Жалпы зерттеген бойынша лудомания, меграмма жаңағы құмар ойын бар ғой, азарт, ставка бар.
олардың барлығы қазір Анатолий зерттеген бойынша барлығы сол кезде биткоин деген криптовалюта шықты ғой. Мен содан басталған екен деп ойладым өзім. Өйткені олар мысалы 2010 жылы ол бір жиын тұрғаннан кейін, бір 10 жылдан кейін қазір бағасы ұшқынып тұр ғой, қазір $50,000 дейін кетіп қалған. Сол кезде уже тапқандар қазір уже қарайған ақшаға болып отыр да. Соған бәрі қызығып, жеңіл ақша деп ойлап, сөйтіп жеңіл ақшаның уже болып бастайды мына жақта. Ал лудомания келетін болсақ, лудомания уже жас кезден басталғанда әке мен шешеден мейірім болмағаннан кейін, ол даладан уже мейірім іздеп бастайды. Компьютерный клуб дейді, анау мынау. Содан бірақ шетелде де бар ғой, айттыңыз жаңа лудомания шетелде де бар. Бірақ лудомания шетелде киберспорт деген бөлек спортпен ол дейтін бекітілген да. Біз Қазақстанда ондай бірден лудомания деп көріп кетеді уже. Содан кейін енді шетелге қызыққаннан кейін лудомания көбейіп жатыр, содан көбейіп жатыр деп ойлаймын жалпы. Енді бізде кесір тиіп тұр ғой бұл отбасының күйреуіне. Отбасының күйреуіне енді ер адамның артына әйел адам жауап тұр ғой, ол жақта жаңағы күйеуім жасап қойды, күйеуімнің осындай бар деп. Әйел адам уже болып қалса мына жақта. Содан ойлаймын енді. Артын жапқаннан Мен қосылып кетейін да, лудоманияны бар ғой, әр адамды бір зерттеп қарасақ, әркімде индивидуально. Мысалы, біреуде бала күннен келатқан потребность, қажеттілігі, да, я болмаса бір құндылығы өзінің орнын толтыру үшін жұмыс жасайды біреулер. Біреулер манағы әйелі может быть жағы, шуба алып берем, не алып берем әйелінің алдында, сондай ер адам болып істегісі келеді, помимо зарплаты жағы кредитке кетіп жатыр, или мамасына кетіп жатыр, я жеңілдеу болып. Әркімде әрқалай, я болмаса өзіне бірдеңені доказать ету үшін, или қазір современная психология айтып жатыр ғой, надо умом зарабатывать, жаңа іспен емес деген қазір сондай да бар, я. Сондықтан мен тек өстіп жеңіл тауға да болады екен деген нәрселер бар. Әркімде былай қарап отырсаңыз әр нәрсе бар. Оның түпкі несі манағы қызығушылық, біреуден асып түсу, сондай болам дегенге келіп тіреледі да. Бірақ әркімде тексеріп қараған, зерттеп қарағанда ситуация әртүрлі болады да. Бірақ лудоманияны манағы айтқан қазірден бастап біз не істей аламыз? Бұл індет, бұл ауру қазіргі таңда да. Манағы GTA азарт эмоциясын шақыратын гонка мыналардың барлығы, өзің бір ойнап қарасаң шыға алмай қаласың ана жерден. Соны тоқтатуымыз керек, контроль қалу керек оқушы кезінен. Одан кейін құрттай 500 теңге, 200 теңге приложениелерді тоқтату керек, я. Содан кейін енді уже ойын ойнап жүрма, кредит, анау-мынаған. Бывает, мысалы, қыз-келіншектер келеді, ата-аналары, ағалары шығарып алып жатады. Бір шығарып береді, екі шығарып береді. Ол дейтін уже ол то же самое наркоманға наркотик алып беріп, соны жаңағы қанағаттандырып отырумен бірдей. Оның бәрін тоқтатып айтады ғой, бір бала ауырған уақытта тамағы, ангина болса тамағына, мұрнына барлық антибиотик бәрін комплексын жасайды. Сондықтан бұл адамға уже айналасы ол бәрі комплексны тықпау керек. Ауруын жасырған тез өледі деп болды. Мында лудомания бар ма? Бәрі комплексын соған жұмыстану керек. Қарызға ақша бермеу керек, тоқтату керек, специалистпен жұмыс жасауға болады. Бұл специалистпен жұмысшысы жазылады. Жазылатын нәрсе кетеді. Ол мида тұрған бір установка ғой оның басында. Бірақ әркімде әртүрлі тұрады установка. Сол установкамен жұмыс жасаған уақытта ол кетеді. Құралбек мырза, сіз көп бала әкесіз ғой. Балаларыңызға қалай тәрбие бересіз, қадағалайсыз ба? Өзіңіз бір бөлісіп отырсаңыз? Шыны келсек біз сборда көп жүреміз, үйде көп болмаймыз да. Бірақ әлеуметтік желі бар, прямой не бар ғой, эфир. Сонымен үйдің үлкені, шәкәрім үлкен балам бар. Соған қазірден жаңағыдай сен осы үйдің отағасың, осы үйді сен қарайсың. Қазіргі үлкен өмірге дайындап қойдым десем де болады. Одан кейін қызым бар. Сол екеуі мамасына көмектесіп, үлкен қолғанат болып жүр екеуі. Енді тәрбиеме келетін болсақ, баламен балаша ойнаймын. Енді өзіме келетін болсақ, бәрі әкені бірдей айта алмаймын. Үлкен баламен кешке шығып серуендеп шығамыз, екеуміз. Соның бүткіл проблемасын білемін. Кейде қызым енді маған айтылмайтын нәрсесін мамасынан біліп аламын оны. Ана женский жаңа апа дұрыс айтып отыр. Ана проблема болады. Абырой дейді ғой бізде. Сол нәрсенің кіммен не қылу керек екенін мамасынан біліп отырамын бәрін. Бірақ бәрін біліп аламын, сұрап отырамын. Бізде сборға кеткен кезде 10 күн деп, 20 күн деп кетіп қаламыз да, сол кезде прямой эфирмен соғам. Бір күнді таңдадық біздер. Жұманың алдында 4-ші күнді.
соны бәріміз бір қосыламыз, отырамыз. Сол жерде мен болсам мен өзім отырамын сол жерде. Сосын жеке отырамыз, сөйлесеміз. Просто так, жаңа емін еркін. Қызым проблемасын айтады. Сосын соны шешкендей боламыз типа. Сосын әйелім ең соңында проблемасын айтады. Оны жабылып шешкендей боламыз. Осылай бір үйде не бар да, диалог бар да, баламен, әкенің ортасында, анамен бір мәміле бар. Бізде қазір жетіспей жатқан нәрсе осы ғой, мәміле. Сөйлесу. Қазір достарыммен де, даже спортсмендермен де WhatsApp арқылы құттықтап жібереміз, сонымен бітті ол. Кездесе алмай жатырық та, шыны керек. Бұрындағындай бір жиналып өтіп істей алмаймыз да. Бірақ қазір егер де жүректен жүрекке шықса, жылулық, мейірім мейіріммен жатыр дейсіз ғой қазір. сосын ана жерде нені жараны іздеуіміз керек та, үйдегі проблеманы іздеуіміз керек жараны. Қаяқтан кетіп жатыр. Например, мемлекетте бірдеңе болып жатса, соған басшы болып шешуге тырысады. Ол мысалы су апаты болып жатса, барып сол жерде үйде де қарайсың, кухняда проблема болып отыр ма, значит бір жерден шықты ол. Ол бәрін бірде кінәлауға болмайды бізде де. Кінә менен шығар мүмкін. Бірінші бізден өзімізден іздеуіміз керек дейді ғой енді. Мен бірінші өзімнен кінәмді тауып аламын. Қай жерде мен мүмкін финансовый жағынан шешпей жатқан шығармын, мүмкін теплотаж жағынан. Былай қарап отырсам, балаға финансовый жағы дейді ғой, жаңағыда мысалы соткасын, киімін, бәрін, мороженое бәрін алып берген жақсы ғой. Бірақ рухани тәрбиесі жоқ болса, бәрі далаға да. Енді біздің тілмен далбаса деймін қалай. Қанша үлдемен бүлдемен біле бер, ол әр жылаған сайын аузына жаңағыдай чупа-чупсын алып бере бергенмен оны түсіндірсең сол да. Сол кезде үйдегі бала қандай үйге қарамайды ол уже. Екі үйлік па, бір үйлік па, ремонт бар ма, жоқ па, ол сол жүрегі бақытты болады да. Сол жүрегін бақытты қылсаң, баланың, қызыңның да, оны түсіндіресің. Сен екі көзің көріп тұр ғой, екі қолың істеп тұр ғой деген сияқты да. Соның бәрін түсіндіріп айтсаң, өзімен өзі бақытты болып жүреді. Иә, шүкіршілік болу керек та. Үйде бір сол қанағаттық пайда болады да. Қанағаттық пайда болғаннан кейін, ол ортаға барады, ол қоғамға барғаннан кейін, қоғамда проблемалар көреді да, келіп маған айтады сосын. Достарына мектепте көреді, әке осындай болып қалды, кеше маған ұнамай қалды, маған бүйтті сөйтті дейді. Жоқ, ол өзіне жаңағыдай өзінің білгенін істеп отыр. Біз айтқанда жаңағыдай ақылың жеткен жері дей ма? Бірақ сен ақылдысың ғой. Сен үлгі бол. Сен оны істеме, сен докажи. Сен ондай емес екеніңді. Болды, и все. Осылай үйде. Біздің үйде осындай тәртіп бар. Сосын інелерімде де сондай тәртіп бар, өзінің тумаластарымда. Сосын бүткіл тазда дейді ғой, ағайындар, солар кейде жинаймыз, бәрін жинап алып. Өстіп, масштабный болып жұмыс салып отыр, ол любой нәрсенің шешімі бар, жаңағыдай айтады ғой, үйден баста деп та. Сіз енді бұл тәртіпті, бұл тәрбиенің барлығын өзіңіздің әкеңізден көрдіңіз ғой? Шынымды айтайын, жолда көп жүрдім, анау көп қалай айтса қазақта, көп жасаған емес, көп көрген. Иә, көп көрген. Сапарда көп, ортаны көп болдым да, ортада. Мектепте мен әдемі жүрдім деп айта алмаймын, менде мүмкін осы жаңа проблеманың арасында менде болған шығар бір кездері, басқаша жаңағыда. Бірақ өмір өзі сені психолог қылады, өмірдің берген несі басқаша екен да. Сол пойыздарда көп жүреміз, автобуста, жолдарда, шетелде көп көрдік. Сол кезде түсініп қалдым бірдеңені. Жолға шыққанда көп адам білінеді ғой психикасы. Иә, ашыласың. Итпен сөйлесіп тұр ғой енді. Мысалы Европада итпен сөйлесіп, күш тұтмай айтамын, бірде бір қызыммен сөйлескен жоқпын деймін да, баламен. Сосын келе-келе кітап оқисың кейбір жерлерде енді. Қатты білім тасып бартқан жоқ. Сол сияқты даже мен қазір мына мүмкіндігі шектеулі балдарға да осыны қолданып көрдім да. Ең бірінші ініме қолданып көрдім осы нәрсені. Сен мықтысың дедім да бір күні. Айттым, сен оказывается мектепте бәрі қорқады екен ғой деп. Қайдан білейін, бала ғой енді. Айтып қалдым, барып, мен мықтымын деп біреуге сөйлеген, ол аузынан ұрған. Келіп тұр да, мен мықты емес екенмін ғой деп та. Онда сен бұқпағансың, короче, сондай да, сондай жолын тауып жүрдім. Қазір ол да успешный болып кетті. Кәсіпке жаңағыдай самостоятельный деймін, сол сияқты. Мен қазір енді баламды тәрбиелеп жатырмын да. Түсіндім да ол нәрсені. Балаға көңіл бөліп, баланы қолдап отыру керек деп тұрса. Ол бір басқа ол. Менде қазір мүмкіндігі шектеулі балдар бар. Олар үйленіп жатыр. Олар қалай үйленді, соның процесі бар ол жерде. Шариғатта тек бір жерде өтірік айтуға болады деп айтады ғой енді. Ана екеуінің ортасында қосу үшін. Иә, сол кезде бір қыз келетін еді, мына спорт залыма. Сол кезде айтатын, сені пәленше сұрады деймін да. Ол неге сұраған жоқ оны. Ана кәрескедегі балаға айтам, сені пәленше сұрады, балтақтағы қыз деп та. Екеуі де сұраған жоқ, бірақ екеуі тренировкадан қалмайды. Маған адам келген жақсы ғой. Үйіне жатқаннан, ол үйіне қиналып, депрессия жатқаннан, мен залыма келген жақсы. Менің мақсатым бұларды ортаға қосу ғой. Мен чемпион боламын деп бастаған жоқ едім. Менің мақсатым Алла разы болсын, сауап жинайыншы.
осылар біріктіріп бір ортасын тауып берейін деп жүргенде бір чемпион болып шыға келдік аяқ астынан. Жаңағыдай 11 дүркін чемпион болдық. Жаңағыдай менің бармаған жерім, баспаған тауым жоқ дейміз, сондай болып қалды айналғанда. Сол екеуі үйленіп кетті. Сөйтіп үйленді, балалы болды, қазір екеуі. Ондайлар көп. Сол қарап отырсаң енді былай қарап отырсаң аяқ қолы қиын, мүмкіндігі шектеулі болып, жаңағы тірек қимыл аппараты бұзылған дейді ғой. Оған қарамастай мен қазір айтқым келеді да, былай енді жастарға дейін бәле өзім қатырласам ба, іштей махаббат сыйласаң, любой адамға махаббат сөз екен ғой жетпей жатқан. Брат на свой деймін ба, осы сөзіңді ешкімнен аямауымыз керек та. Ол қымбат емес, ол жаңа ауыр емес. Тегін дейсіз ғой. Тегін сөз ол. Ол тем более баладан аятын болсақ, ол нағыз сараңдық сол да. Өмірде сараңдық дейтін анау бірдеңені бермей қалу емес, өзіңнің жылы екі сөзің аяу да. Сол сияқты жаңа қазір альхамдулилла балдарымда жаңағыдай чемпион болып жатыр. Сол ойлаймын енді осындай бір жылы сөз жетіспей жатқан сияқты. Әкеден де, анадан да, ортадан да, сол қоғамнан да. Сол нәрсе болса мүмкін мұның бәрі өзіне өзі тоқтар ма еді деймін да. Мейірім болса, бәрі ойлады ғой. Енді бүгінгі подкастымыз тақырыбы некеге дейін оқы деп тұр ғой. Арман сен жас отбасым деп тұрсыз. Ал сіз өзіңіз дайындалдыңыз ба отбасы болуға? Жалпы айтсам мен үйленемін деп осы кезде үйленемін ешқашан дейтін мен пландаған жоқпын ешқашан. Енді адамның табылғаннан кейін енді өзім сияқты уже егізім тапқаннан кейін енді ондай адамнан айырылып қалуға болмайды деген сияқты енді сондай мақсатта үйлендім. Енді келіншегімде мұғалім мен өзім сияқты енді ақылды бір интеллигент адам болғаннан кейін ол адам қызықты мен одан үйренерім бар шығар бәлкім деп сол үшін соны әйел қылуды мен тұттым да мақсат тұттым. Одан үйренерім бар шығар, оған үйретерім бар шығар, ертең бір жерден шығатын ұрпақ одан сен ақылды болар деген сондай мақсатта үйлендім. Жалпы бірақ біз енді отбасыда енді алып баратын зат емес, сондай жаңағыдай ақша алатын емес. Менде мысалы жоқшылықпен өмір сүрдім, ата-анам да солай. Енді айтатындар бойынша солай болды. Енді 90 жылдары енді үйде тамақ болмағаннан кейін киімдерін сатып жүретін еді деп туылғаннан кейін. Енді қазір Құдайға шүкір ғой, үйленгеннен кейін бас екеуім мал төртеу болмайды дейді ғой. Үйленгеннен кейін жағдайым жақсы келіп сөйтіп сондай мақсатта үйлендім енді. Өзім малды төртеу қылу үшін. Бірақ ондай мақсат қылып үйленген жоқ. Бірақ адам дайындалу керек екен. Ондай ерте үйленіп, осыны айырылып қаламау деген ондай мақсатта үйленбеген дұрыс сияқты қазір дейтін. Егер дейтін жаңағыдай исключениялар болады енді, бірақ ондай асығыс танытпау керек сияқты үйленер уақытта. Бірінші зерттеп алып, қандай адам екен, текті ұрпақтан ба, бірімізге біз дейтін жұлдызымыз сәйкес дейді ғой, жұлдызымыз сәйкес емес деген сияқты, жұлдызымыз сәйкес бола ма, болмай ма, сол жағын зерттеп алған дұрыс сияқты, дайындалған дұрыс сияқты менің ойымша. Енді мысалы ажырасу, лудомания, тек жастардың ажырасу деп барлығын тіреп жатырмыз ғой. Енді мүмкін мысалы сол жастардың ата-аналарын өздерін тәрбиелеу керек шығар, өздеріне білім жетпейтін шығар. Мысалы не істеуге болады бұл жерде? Бүйтіп бір жерде мен айтып едім, жаңа айтсам есіме түсіп отыр сол нәрсе. Бұрын айта бердім, мен жас болдым ғой енді. Ойбай, жастар қазір бүйтіп жатыр, жастар сөйтіп жатыр. Сосын өзім сол кезде ойланып осыдан бір 20 жыл бұрын ба екен. Енді тәрбиелеп жатқан сіздер емес, өзіңіз арақ ішіп жатсыздар. Өзіңіз туысып жатсыздар, өзіңіз отырып алып карта ойнайсыздар. Мен не көріп отырмын сіздерден деп те. Подъездге шықсаң сол кезде біздің 95 жылдары енді кішкене қиын болды ма, бәрі жұмыссыз болды ма, сондай нені көрдім да өзім. Сондай болды да, сондай сосын ойлаймын, өзіңіз тәрбиелеп, өзіңіз ренжитініңізде деп өзім сұрақ қойып жүрдім. Мен ол бала мінезі ғой, бала әңгіме да. Қазір ойланып отырмын, мысалы, любой отбасы қосылады ғой, бәрі бір қайнау ішінде болады да, қызда да, балада. Сол екеуі содан айтады да, екі жаты бір бүтін деп. Екеуіңізде де кемшілік бар да, екеуіңіз кемшілігінде егер де қызда, балада екеуі бір-бірінің кемшілігін жапса, бүтін болып жүреді да. Кемшілік бәрібір бар да. Періште тек кемшілік тек періште жоқ дейді ғой. Бізде кемшілік болады ол. Егер де біз өмірде тағы осыны айтқым келеді да, өмірде егер де біз қателеспесек, Алла тағала қателеспейтіндерді алып тастайды екен да. Біз қателеседі екенбіз. Хочешь, не хочешь. Бірақ содан сабақ алу керек. Сабақ алу керек та, келесі осыны қайталамау деген сияқты да. Сол сияқты бір 2 жыл деймін деп айта аламын да енді. Жастар қосылғанда бір 2 жыл бір-бірін танысып жүреді. 2 жыл шыдаса болды тек. Ары қарай алып кетеді деп ойлаймын енді өзім. Енді жеке ойым. Енді қолдау керек қой. Атадан, енеден. Ол бар ғой. Енді мен кішкене кейбір нәрселерге 2 жыл әр өмірдің 2 жұп қосылғаннан кейін әртүрлі кезеңдер болады.
20 жылдан кейін айырылып кетіп жатады, 10 жылдан кейін айырылып кетіп жатады. Әр кезеңнің өзінің өзгерістері болады. 1-2 жыл жас семья болады. 4-5 жылдан кейін жас кішкентай балалардың ата-анасы, ол біз басқамыз. Мысалы, менің өмірімде, мысалы, мен 21 жыл, 22 жыл болады тұрмыстан, 5 балам бар. Менің өмірімде новый этап басталып жатыр. Біз уже үлкен балдардың ата-анасымыз. Құда-құдағай болатын кезеңге дайындалып жатырмыз. Ол вообще басқаша да. Сондықтан адамдар ретінде постоянно бір-бірімен өзгеріс енгізіліп тұру керек. Мысалы, мынандай эксперимент болды, қазір мен ұмытып қалып тұрмын. Адамға эксперимент береді. 30 минут бойы дөңгелек круг салу керек. 30 минут. Былай қарап отырсаң, оңай нәрсе. 30 минут салып отырады да, уже 15 минуттан кейін, 20 минуттан кейін ана круглыйдың формасы өзгереді, бір құлақ шығады, бірдеңе шығады, өзгеріс еніп кетеді, мана 30 минуттың ішінде. Ол нені білдіреді? Адамға постоянно өзгеріс керек, постоянно оқу, даму, бұрындай үйдің сыртын әктеп ремонт жасап жататын еді, или мебельді аударып қоятын еді да. Требует өзгерістерді. Сондықтан ерлі-зайыптылардың қарым-қатынастарында постоянно күнделікті жұмыс болу керек та, ол жұмыс жасап тұру керек. Сосын балаларға беретін тәрбиені мен все равно алдын ала, бізде мысалы семейный совет деген бар. Воскресенье, любой бір күн, же понедельник бос болса, мен чатқа жазам, балалар бүгін семейный совет. Тема дейді, үлкен балам кішкене не, мен балдарым барлығын демократичный отношение, свободно айтады. Қандай тема, мама, олар дайындалып келеді соған. Мысалы, мен бірдеңе айтсам, неге бұлай деп өзінің мнениесін айтады. Отырып алып, сол теманы талқылаймыз. Потому что менің алдыма неше түрлі клиенттер келеді, алдын алу процесі жүру керек та бізде ата-анада. Потому что бір ата-анада біраз тәжірибе бар. Балдар мынандай болған екен. Мысалы, ол үшін болмау үшін біз мынаны бүйтуіміз керек, сөйтуіміз керек деген сияқты алдын ала айтылып отырса, сонда балалар кішкене дайын болады. Иногда балалардың психикасы дайын болмай қалады. 6 жасар, 7 жасар, 10 жасар балаға өзінің кинода айтады, 12+, 14+ деп та, оның психикасына сиятындай ғана, значит, размер. Одан больше, ужас, трейлер, например, 18+ болмайды, значит. Сол сияқты оны өзінің возрастына қарай информация алып тұру керек та. Алдын ала баланы дайындаса, соған мен айтар едім. Бұлдаманияда сол сияқты ғой, жаңағыдай бұрын осы 2003 жылы Джек Томпсон деген бір адвокат, осы GTA деп жатса бар ғой, соның жаңағы компаниясымен соттасады екен. Мына ойындарды мен дейтін жариялауға тыйым саламын, осындай соттаймын деп. Неге деп сұрағанда, ол жақта кровавый насилие болады дейді, жаңағыдай балдарды жаман нәрсеге үйретеді, жаңағы адам өлтіреді, адам машина ұрлап кетеді, жаңағы қағып кетеді, сондай нәрсе насилие көп болғаннан кейін осындай негізі болмайды деп бірге соттасқан екен Джек Томпсон деген. Бірақ 3 жылдан кейін сотты жеңіп шығады. Бірақ ол 1 жылдан кейін оның дейтін жаңағы бар ғой, возражениесін отменять етіп, өзін соттап жібереді екен да. Ол деген не деген сөз? Ол жаңағы видеоигралар бар ғой, ойындар. Ол мемлекетке қаржы әкеліп тұрғаннан кейін, мемлекет оларды соттағысы келмеген екен, керісінше оларға напротив кім болды, солар соттаған екен. Негізі қазіргі сол дейтін проблема сол деп ойлаймын. Үкіметтің уже ішімдік те сондай ғой, активист болғаннан кейін олар деген алып тастамай отыр да. Потому что активизмге қарай ақша түсіп тұрғаннан кейін оларды жаңағы жалпы ортадан алмай отыр. Сол үшін жаңағы ойындарда сол сияқты қарайған ақша келіп тұрғаннан кейін оларға да үкіметте қарсы шығуға қорқады. Потому что ақша келіп отыр олар деген. Сол жағынан ұлдамайны содан кейін күшейіп жатыр деп ойлаймын. Зайымдардың жапса, ойын автоматтарын көзін жойса, ұлдамания азаяды деп отырсыз ғой. Иә, ол деген ұлдамайны азаяды. Келін болуға дайындайды ғой. Келін дегеннің өзі статус қой. Әркімнің мысалы, ол обязательно адам, ол біреумен, мысалы, мен өзімен өзім бола алмаймын. Мен анамын балаларыммен, мен әйелмін күйеуіммен, мен келінмін қайын жұртпен, мен психологпын клиентпен. Сол сияқты келіннің де өзінің рөл береді, оған беретін енесі, күйеуі, қайын жұрты. Келін болудың өзі де бір статус, оны как студент диплом алғанда оқиды ғой. Қаншама күні түні барады, білім алады, қаражатын жібереді, сосын барып диплом алады, сол маманның иесі болады. Сол сияқты келін болуда да бір иесі болады да, келін деген статусты алады. Ол үшін ол қызмет жасап, уақыт өткізіп, оған дайындалу керек, ол барып сразу бола қоймайды. Сонда бір ата-ана айтып дайындаса деймін. Балаларға мысалы дайындаса. Мен мысалы қызым айтамын, доча сен дайынсың ба осындай баламен жүруге,
клубтардың бәрі қысқартылады, киім гардероб түгел ауысады. Жоқ, пап, мен дайын емеспін. Все, значит дайын емессің. Бір уақытта ол бірақ айтады: мама, мен оны жақсы көремін, мен дайынмын деп. Вот сол кезде құлағына құйып айта беру керек та: сен дайынсың ба осыған, деген сияқты. Тек жасың келді, үйлен деп қолқа салып. Таныстыра беру керек, таныстыра беру керек. Көп нәрсе бар соның ішінде. Жалпы тағы бір статус, ал күйеу баланың, мысалы, ер азаматтардың жауапкершілігі туралы. Мына жерде тағы бір айтып кететін нәрсе, мысалы, мына вообще көп даже ата-ананың өзі қазіргі біздің замандастарымыздың өзі де танымайды ер адамның психологиясы. Ер адам ол біздіңше жалпақ тілмен айтқанда ет, бешбармақ, дайындалу технологиясы бөлек, Біздер әйелдер тортпыз. Біздің тестіміз дұрыс емес болса шықпай қалады, сәлді. Кремі дұрыс емес болса шықпай қалады. Мынау осы Құдай өзінің құдіреті, сонда бір екі бөлек әлемді бір-бірімен қосып қойғанда, сонда бір-бірінің дайындалу технологиясы дейді ме, психологиясын түсінсек, сонда ғана адамда гармония болады да, балаларға соны вообще түсіндіріп, айтып, енді оны бұрын енді жанұя институты болды дейді, институт семейді бір жерде дайындалып балаға айту керек. Оны қанша ата-ана өзі айта алмайды. Қалай айтам дейді оны, мен қалай қызыма айтам, мен қалай онымен таныстырам. Өзі таныспаған, білмеген, енді бәріміз СССР-дің тәрбиесін алдық. Сондықтан бір жерде бір курс ашылса, айтылса, болмаса енді действительно ата-анасы жайлап түсіндіріп бастаса деп ойлаймын. Әртүрлі ситуациялар бар өмірде, соның барлығын джунглиде животный ең бірінші қалай қорғану керек, соны үйретеді дейді ғой. Сол сияқты жан-жақты айтып отырса. Ол түгілі, мысалы, жүкті келіншектерде ондай бармайды ғой. Бар ғой, арнайы кабинеттер бар, мысалы, ана болуға дайындайтын. Мүмкін қазақтың ұят деген затын ысырып қоятын кез келген шығар, осы тақырыптарға келген кезде дейміз. Ұятты біз сыра алмаймыз, потому что қазақ... Осы тақырыпқа келгенде енді барлық сезімде баланс ұстаған жақсы. Мысалы, Америка заңмен қорқытып ұстайды. Заңға келе ма, былай, заңға келмесе можно. Не жақ дінмен ұстайды. Біздің қазақ бір ауыз сөзбен ұстаған дейді ғой, ұят болады деген, бірақ соны баланста ұстаса. Кесір тиетін жерде көп болып жатыр. Мысалы, сен осындай болуың керек деп бізде синдром старшего ребенка деген бар. Оған көп жауапкершілік жібереміз. Синдром среднего ребенка деген бар. Синдром младшего ребенка деген бар. Младший ребенктар көбіне көп, старший ребенкта мама-папасы бастық болса, младший ребенка мамасы, папасы, ағасы бәрі бастық болған. Олар кішкене неуверенный болып өсуі мүмкін. Сондықтан оның қолынан істей алмай жатсың, әкел берші деп үлкендер жасап береді, ол никчемный болып қалуы мүмкін. Сондықтан синдром младшего ребенка тоже кіші балаға больше жауапкершілік аласың, өзің істе, өзің выбор жаса деген сияқты айтып отыру керек. Үлкен баланда тоже әрқайсының өзінің сондай бір баланс болу керек, енді бәрі жан-жағына қарап отырмыз. Мен ойымша ғой, осы біздің дамуымызды жаңағыдай баяулатып отырған осы үш сияқты, бірақ енді мынандай сөздер обал болады, ұят болады, сосын бір көп қолданылып бір сөз бар, қосыныш деген. Бірдеңесі қосыныш жасамай ақ қойын, қосыныш мынаны істемей ақ қойын. Қазақты қосыныш құттықтайды. Сол құттықтайтын сол қосыныш деген сөз екен, дамымай жатқанымыз да содан екен. Мысалы, ұят болады, феншуй әдісі дейтін бар ғой шетелдерде. Феншуй әдісін бүкіл ескі заттарын лақтырып тастап, қайтадан новыйын алады ғой. Ал біз дейтін бір киімді 20 жыл, 30 жыл сақтап, сонда до конца бір алып кетеміз ғой. Ол да адамның қажеттілігіне байланысты. Бір қажеттілікпен ұстап тұруы мүмкін біреулерге. Біреулер действительно ол адамға обновление керек постоянно. Ол сол арқылы өсет, обновляция етіп тұрса. А біреулер ескі құсқасын, баяғының көзі деп ұстап отырса өсет. Әркім сонда бір өзіне үңіліп қарап, ішінегі внутренний наблюдатель дейді, соны қосып қараса, негізінде Алладан кейінгі құдірет өзіміз мықтымыз. Адамның өзі мықты құдірет. Өзіне просто үңіліп кішкене қараса да. Енді сіз өзіңіздің алдыңызға келген клиенттердің енді барлық историясын дейміз ғой, айтудың қажеті жоқ, бірақ қандай актуальды проблема бар, мысалы ата-аналарға не айта алатын едіңіз? Ата-анаға айтар едім, балаға мысалы қолдау керек. Қолдау арқылы баланы түсініп отыру керек. Бала қорықпау керек. Көп бала қорқып, көп нәрсеге ұрынып қалып атады. Сосын барып бала шағасын алып келіп атады. Болмаса ата-ана дайын болу керек. Баланы дүниеге әкелгеннен кейін оның 3 жаста кризисі бар, 1-ші класс, 6-7 жаста кризисі бар, подростық бар да. Ата-ана мысалы балаларын алып келеді, баланы
3 жасар баланы алып келейінші деп жазып отыр маған дайретке. 7 жасар баланы алып келейін деп те. Ол дегеніміз не? Ол ата-ана сол баласының сол возрастта болып жатырған процесіне дайын емес. Сосын өзін жауапкершілік шешіп барып маған дәрігер сияқты мынаған волшебный палочка жасап бер дейді. Айтам, бірінші өзіңіз келіңіз. Я болмаса подросток қызын алып келіңіз, кезінде там суицидальный жағдайға жеткізген мектепте бір инцидент болады, оған директор ұрсады, мұғалім ұрсады, ата-ана сол директор мұғалімге сөйлеуге болмайды деген тәрбиемен олар ана қызға тағы қосылады. Зерттеп қарасаң, қыз баланың ол жерде кінәсі жоқ. Я ұл баланың кінәсі жоқ. Соны ар жағына бармайды, тек мұғалім ұрысты, ұят болады, ойбай, позор болдық, бәрі жабылады ол қызға мысалы да. Сондай нәрсе. Ата-ана, я болмаса подросток қызы, как элементарный, ұлы, например, возмущение айтады, я? Соған ата-ана оған көріп тұрған жоқ, что ол подросток. Әлі кішкентай көреді. Адам ол тұлға өсті, сол жақтың кішкене мән беру, сондай процесстермен келеді. Мен айтамын, сіз енді подростокқа нормальный явление ол, но жасап отырған дегенде ғана осознавание келеді. Әртүрлі жағдаймен келеді. На самом деле бір кішкентай бір берік жағын айтып келеді, на самом деле оның ар жағында үлкен бір ситуация, травмалар шығады, мәселе шығады. Бізде енді отбасыда қандай да мәселе болса, бұрын мысалы ауылдың үлкендеріне барады, мысалы солар бас қосады, шешеді. Қазіргі кезде барлық психологқа барады ғой. Потому что бізде жақын адам оны тергеп кетуі мүмкін. Одан сайын өкініш сезіміне кіргізіп жібереді, я? Психологтан енді қолдау көреді, поддержка көреді, дұрыс өзіне қарап. Психологтар сосын маған айтады, ақыл айтыңызшы деп келеді. Біздер ақыл айтпаймыз. Ақыл мен өзіме жарайды, мысалы да. Біреу айтады, мен былай істегім келеді. Мен айтамын, бүйтші істеймін де, айтады, мен былай істей алмаймын дейді. Мен басқа адам, ол басқа адам. Мен оны тек миын қозғап, әртүрлі жағына прожектормен свет жағып, сонда ол өзінің өміріне былай үстінен қарайды да, выбор жасайды. Былай бір ақыл айтып ілі жіберу ол дұрыс емес. Сосын көп қыз-келіншектер манағы күйге шығады, инерциямен балалы болады, не ұлды болады. Бірақ манағы білімі, өзінің қажеттілігі бар ғой, ортасы бәрі қалып қояды. Сол мана комплекстің үстіне комплекс жинайды, не істейді, жаңағы 40-та 40 көрсетеді деп атады ғой қазақта. На самом деле ананың бәрі жиналып келеді да. Қабақ болғаннан екі есе болады оның бәрі. Жиналып келеді да, жарылады ананың бәрі, мен қайдамын дейді. Өздері даммай қалады, тұлға ретінде мен қайдам. Болмаса баласы или қызы өзінен асып түсіп бірдеңен өзінің қателігін көрсетеді, ана өмір бойы даммай қалған, да? Сонда оның жүрегі жарылады да, мен қайдамын, мен осы баламның ақылы маған келіп тұр. Мен өспей қалдым деген сияқты сондай кризиспен, годовалый депрессиямен келіп жатады әйелдер. Сондықтан мен әйелдерге айтар едім, жан-жақты алып жүру керек. Сосын бір ұмытып қалып тұрмын қазір. Әйел адам действительно қазір айтады ғой, оқу керек, даму керек. Ол потому что балаларға тәрбие. Ер адам все-таки түздің адам, жан-жақта жүреді. Әйел адам беріп отыратын. Сондықтан ол бірақ енді ол үшін де ер азаматтың қолдау керек қой. Әйел адам. Обязательно ер адам, әйел адамға әуелі Алладан кейін уже күйге шыққаннан кейін уже ата-ана емес, құдірет ол уже азаматың болып қалады ғой. Одан қолдау болмаса енді мен білмеймін қалай айтуға болады. Мысалы, действительно, әке-шешең қолдамайды ғой күйге шыққаннан кейін. Все, сен жалтақтап азаматына қарап тұрасың. Ол жерде қолдау болмаса енді. Ол азамат жалтақтап мамасына қарайды, папасына қарайды. Вот азаматтық тәрбие ол уже ол кезде сол ғой азамат. Барлығы мәселенің барлығы сол тәрбиеге келіп тіреліп жатыр ғой. Жауапкершілік алуда. Әйел адам әйел ретінде, ер адам ретінде, аражікті. Мана қыз баланы айтып жатыр, ер балаға да айту керек. Сен көке, ана әйеліңді ертең не айтады? Сонда қорғай аласың ба менен деп айту керек. Жауапкершілікті балаға да үйретіп сіңіру керек қой, қанмен, тәрбиемен. Әйел адамды сыйлауды. Оны да үлкен отдельный бір тұлға ретінде. Адамның текті ол әкеден ғой ең әуелі. Текті ол. Мысалы мен балаларға айтамын, балалар мен помимо мамы, жены, келін, қыз ретінде мен отдельно тұлғам. Сендерге может ұнамауы мүмкін. Мен отдельно өзімнің шекарам бар деген сияқты. Сыйластықты айтып отырып үйрету керек. Бала білмейді оны деген. Әйел адамның көзі ашық болса, көкірек ояу болса, балаға жақсы тәрбие берсе. Ол қалай дегенде де балаға тәрбие әйел адамнан келеді. Ер адам ол бессознательно, ол қорғаныс, ол поддержка, ол қаражат, ол жауапкершілік.
андай тонкий нәрсенің бәрін әйел адам өзінің махаббатымен, мейірімімен бәрін тек разглаживать етіп айтып отыратын. Ол әйел адам. Әйел адамға мысалы андай бүгін әдемі сөз айтады ғой, бүгін тамағың әдемі болыпты деп. Сол жетіп жатыр да. Бірақ 15 минуттан кейін басқа зат айту керек екен де. Анау мана тамағың әдемі деп жаңа сіз айтқандай домалақ сыза берсеңіз. Болмайды. Ертесі күні тағы бірдеңе айтасыз, тауып алсаң жетеді. бір күні қуанышты болсаң екінші күні ұмытып кетеді уже. Аны не керек. Кейін айтасың. Бұның бәрі мен ойлаймын біздің қазақтарда бар ғой, сезімді притуплять етіп тасталған. Мысалы мен орыста, Москвада, оларға что ты чувствуешь десе, мне вот тут деп бақайының бәрін сезінеді. Біздің қазақтарда не сезініп отырсың десе тек мына жерім деп толып қалады. Біздің кішкентайынан дыбысын шығармай үндемей ұят болады. Сезімнің бәрін басып тастағанбыз. Мен өзім мынандай лайфхак айтсам, үйге келгенде, мана сіз айтып жатсыз, үйден шыққанда ашу мінезді сырып тастап үйге басқаша кіру керек деп та. Бірақ ол сезім деген нәрсе ол адамға келіп қалады. Оны қорқыныш, қуаныш, тревога көзбен көріп қолмен ұстай алмаймыз. Ол келіп қалады, сен не контролируемый. Сол уақытта айтқанда, мысалы мен үйге сезімімді айтып кірем. Балалар, менің мінезім қатты ашулы, мен бостан-бос қанаққа барып келдім, телефонмен түсіндіріп айтқанда түсінбеді, соншама уақытым кетті, қаражатым кетті, настолько я злая деп сезімімді айтам ғой. Балалар маған біз үшін ашулы емес деген өздерінде сенімділік болады, маған уақыт керек болды. Болмаса біз папа екеуміз ұрысып қалдық дети, қазір кішкене бізге уақыт керек. Олар да үйдегі процесті біліп жүреді да. Үйге кіргенде де сосын мама мен ашулымын деп, не болды, анау мені итеріп жіберді, апайым надан көрді. Соның бәрін айтып, сезіммен сөйлескеннің көп пайдасы бар. Сезімді басып тастағаннан гөрі. Біз өзіміз ашумен кіргенде ол мектептен ол да бір сезіммен келіп тұр. Менің состояниемді көріп ол басылып қалады. Сондықтан ол шығып тұрған жақсы да. Сезім арқылы сөйлессек көп пайдасы бар. Бірақ жұмыстың проблема жұмыста қалу керек қой, бірақ үйге кіргенде уже ұмытылу керек ол. Оны біз айтамыз ғой, бірақ ол иногда келмей ұмытылмай қалады. Уже үйден алып басаймыз ашуымызды. Бірақ олардың қарауысы кінәсі жоқ қой жұмыста болған нәрсеге. Ол үлкен ауқымды тақырып енді. Айта берсе шыға береді дейсіз ғой. Ондай болса енді бүгінгі қорытынды подкасты тақырыбымызға сай. Әрқайсыңыз бір ойыңызды түйіндесеңіз, некеге дейін оқы. Не істеу керек? Жалпы енді қазіргі көп, мысалы жастардың проблемасы осы да ғой. Студент кезінде кетіп қалады тұрмысқа. Мысалы менің бір інім бар. Ағам үйленемін дейді, бірақ мен оқуым бітіріп 15 жаста дейді әлі. Бірақ үйленбей жүр, 3 айдың ішінде үйленіп аламын дейді. Бірақ ол жүргенде әлі 2 айда болмаған екен. Бірақ осыны айырылып қалмауым керек. Осы қыз дейтін жақсы қыз. Мен мамаммен таныстырдым, мамамның көңілінен шықты деп отыр. Бірақ ол деген арт жағын ойлап отқан жоқ та. Ол дейтін оқығаннан кейін уже дейтін әйел дейтін тұрмысқа шыққаннан кейін ол өзін бағама әлі баласын бағама сол сияқты да. Өзін андай ол дейтін тұрмысқа шыққаннан кейін 1 айдан кейін 2 айдан кейін оқудан шығып кетеді, ол үйіне жаңағыдай өзінің жаңа үйіне көңіл бөле алмай оқудан шығып кетеді. Осыны оқымай қалады ол дейтін. Кейін потом оқимын, бүйтіп оқимын. Жоқ, ол негізі ол дейтін дұрыс дейтін некеге дейін оқып алу керек екен. Жағдай жасап барлығын дайын қылып кету керек екен. Бірақ дайын болу керек деген ақша жағдай жағы емес қой, бірақ оқып алып уже карьераңды өсіріп алу керек екен. Ең әуелі оқып карьераңды кіріп алу керек екен, бір жерге басын тауып алу керек екен. Содан кейін барып үйлене ма, что хочешь өздері біледі ғой жақтар. Жалпы студенттерден сұрақ көрдім енді бүгін дейтін. Маған деген 16 бала қатысты да. Сауалнама. Иә, сауалнама мынандай болды. Примерге алдым да. Жақында сіздердің араларыңызда ерте некеге тұруға және некеге тұруға деген көзқарасты анықтау мақсатында сауалнама жүргізілген да. Сіз дейтін ерте некеге тұруға қалай қарайсыздар дегенде маған 6 бала негізі үйлену болған дұрыс еді. Шанс болғанда үйлену керек екен деді. Ал қалғандары уже жағдай жасалу керек, осында істеп жағдай жасалу керек деді. Жартысы ол дейтін үйленгеннен кейін ажырасып кету мүмкіндігі бар дейді маған. Олар дейтін оның қалған 2 бала олар неге ерте үйленеді дегенге олар тек ерлі зайыпты үйлендім деген мәртебені алу үшін ғана деген деді да бүгін маған. Жалпы келісемін ол дейтін үйленіп алдым дейтін ол дейтін армияға барудың амалдары нәрсе ғой, мәртебе алып алады да, армияға аламын бүйтемін сөйтемін деп. Бірақ ол ертең уже ақымақтық дейді ғой үйлену дейтін. Ол да жауапкершіліктен қашқан ғой. Иә, ол да қашқан болып тұр, иә.
Дейтін ең орташа жас үйленуге ер адамға 25, әйел адамға 23 екен қазір. 16-15 жас дейтін уже бала сияқты бар дейтін. Бұрын атам заман дейінде 13-те отау естіп айтты ғой бұрындар. Бірақ ол кезде 13 жаста дейтін бала жауға шапқан, ересек адам болған 13 жасында. Жауға шапқан, мал баққан, жаңа бір жердің проблемасын шешкен, үйін асыраған, охотаға шығып енді тамақ алып келген. Қазіргі 13 жастағы балалар енді нешінші жылғы олар? 2011-лер ме? 2011-лер, уже мектеп жастағы балалар қазір. Бұрынғылардың 13 мен қазіргі 13 жас салыстыру мүмкін емес деп ойлаймын қазір. Үйлену оңай, үй болу қиындық та. Сол сияқты айтқым келеді бәрінде. Жаңағыдай үлкендермен ақылдасып. Енді әрине ақыл айтатын қазір былай көп қой енді. Жаңағыдай апаларымыз бар, психолог апалар, орта бар. Осылармен бір маман дейді, әр нәрсенің өзі маманы болса, мысалы операцияның да өз маманына берген жақсы көресің ғой, егер қатты неғылып жатса сол сияқты. Бұның да бір мамандары болады өзінің қоғамда жүрген. Сол психологтар болады, сол саланың былай айтқанда жілігін шағып майыншкендер болады. Солармен ақылдасса деймін. Осы айтатын, қателеспесе екен деймін тағы да. Махаббаттың бар ғой 3 стадиясы болады екен. Біріншісі физическое влечение, екіншісі романтическое влечение. Ол кезде ухаживание, күшті қарым-қатынас. Көп адам осы состояниеде үйленіп қалады да. Ол бір 4-5 жылға созылады. Одан кейінгісі шынайы махаббат, 3-ші стадия. Шынайы махаббат ол адам бір-бірінің мінезімен келіссе, өмірлік құндылықтарымен келіссе, ұзаққа барады ол жанұя. Сондықтан мен жастарға айтатыным, осы 3 стадияның қайсысындамыз деген ой салса, құндылықтарымен, мінездерімен, көркем мінез адамды жеңеді көп нәрседен, соларға қарап бас қосса деймін. Ата-аналарға кішкентай қызына да, ұлына да бірдей өмірлік үлкен тәрбиені осы үлкен класс, жоғары классқа өткеннен бастап бере берсе екен деймін. Өз басындағы бар тәжірибесімен күнделікті бөлісіп отырса, ол үлкен мықты жетістік болады. Құрметті қонақтар, студиямызға келгеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, осындай оймен бүгінгі подкастымызды түйіндейміз. Назарларыңызға рахмет. Некеге дейін оқы деген тақырыпты сіз қалай түсінесіз? Ажырасудың алдын алу үшін не істеу керек? Ойларыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Аман сау болыңыздар.